2017 жылдың 23 наурызында Наруто Shippuden соңғы эпизоды шықты. Бұл көптен күткен финалды көргеннен кейін қуаныш сезімін ғана емес, сонымен қатар мұңды да қалдырды. Өйткені сүйікті сериал енді ешқашан жалғаспайды. Ал фанаттардың жүрегінде бос орын пайда болды. Көпшілік осы сезімді басу үшін басқа анимелерді қарай бастады. Бақытымызға орай, күту ұзаққа созылмады. Бар болғаны бір айдан кейін 5 сәуірде Барутоның алғашқы эпизоды жарық көрді. Керемет, ақыры фанаттардың арманы орындалды. Біз сүйікті хикаяның жалғасын, жаңа Шиноби ұрпағының дүниеге келуін және бұрынғы кейіпкерлердің тағдыры не болғанын көреміз. Алайда өкінішке қарай Баруто үмітті ақтамады. Алғашқы 18 эпизод толығымен филлерден тұрды, ал 180 серияның ішіндегі тек 29-ы ғана шыққан кезде ол канондық деп танылды. Осы себепті Баруто көрермендер үшін сәтсіз аниме адаптация болып қалды. Сонымен қатар бұл манганың да беделіне нұқсан келтірді. Енді бұл дақтан оңай арылу мүмкін емес. Манганың жанкүйерлері одан әрі қызықты болатынын айтып сендіргенімен, тек аниме тамашалап жүргендер 180-нен астам эпизодты күтіп, соңында бұл манганың 16-шы тарау екені белгілі болды. Осы себепті мен сияқты көпшілік бұл анимені көруден бас тартқысы келген болар. Аниме мен мангадағы оқиғаларды салыстырып отырып мен манганы оқуды жалғастыруды ұйғардым. Сол себепті енді Баруто осы уақытқа дейін не туралы болды деген сұраққа қысқаша шолу жасап беруге дайынмын. Сонымен Баруто. Баруто бізге бұрын болған оқиғаны қайта баяндайды. Барлығы Баруто мен Кавакидің өлімге толы шайқасынан басталады. Онда Баруто өзін ниндзямын деп мәлімдейді. Бүгінде ол мұны еш күмәнсіз айтқанымен бұлай бола бермеген. Осылайша хикая өз бастауына оралып, бізге әкесі тарапынан аз көңіл бөлінген ашуланған мұрынбоқ баланы көрсетеді. Дәл осы сәтте бізге Нарутоның өліміне қатысты маңызды белгі берілді. Себебі Баруто бұл өзінің хикаясы екенін жиі қайталайды. Бірақ бастапқыда бұл оның әкесінің Нарутоның хикаясы болған. Басына оралайық. Баруто Сарада және Мицуке тапсырмада. Олар панданы ұстау керек. Баруто өзіне сенімді, бәрін өз жасағысы келеді. Бұл оның көлеңке клонын қолданғаннан анық байқалады. Тапсырма кезінде Сарада Хакаге болғысы келетінін айтады. Ал олардың сенсей Канахамару панданы көлеңке салу техникасымен ұстайды. Бірақ ол бұл техниканы арнайы ниндзя құралын қолдану арқылы жасайды. Бұл құрал техникаларды сақтап, кейіннен оларды қайта қолдануға мүмкіндік береді. Кейінірек бұл деталь сюжетте маңызды рөл атқарады. Кейін жаңа 7-ші топ Нарутоның кеңсесіне келеді. Баруто әкесіне бүгін қарындасы Хивамаридің туған күні екенін ескеріп, оған өзінің клоны емес, нағыз өзі келуін талап етеді. Осыдан кейін Чунин емтиханы жақындап қалғаны белгілі болды. Ғалымдар Нарутоға емтиханда ниндзя құралдарын қолдануға рұқсат беру жайлы сұрақ қояды. Бірақ Наруто бұған қарсы болды. Келесі бірнеше сағат бойы Сарада Барутоны емтиханға қатысуға көндіруге тырысты. Себебі қатысу үшін бүкіл топ жиналу керек. Аздап қырсығып кейін келісті. Баруто үйіне келді. Наруто Хивамариның туған күніне арналған тортты әкеле жатып, оның көлеңкелі клоны жоғалып кетеді. Торт жерге құлайды және бәрі Нарутоның келмегенін түсінеді. Баруто бұған қатты ренжиді. Сол сәтте есіктің қоңырауы соғылады. Баруто есікті ашып, қолын соққыға дайындап үлгерді. Алайда есіктен әкесі емес Саске тұрды. Саске соққыны оңай бұғаттап, Нарутоның оралған хатын Барутоға береді. Жарты сағат немесе 1 сағат өткеннен соң Баруто Саскеге арттан шабуыл жасайды. Бірақ тез жеңіледі. Дегенмен Саскенің қаншалықты мықты екенін көреді және оған шәкірт болуға рұқсат сұрайды. Саске Барутоның көздерінен бір кездері Нарутоның бойында болған қайсарлықты байқайды және оған егер сен Расынганды жетілдірсең, мен сені бірден шәкіртім ретінде қабылдаймын дейді. Осыдан кейін Саске Нарутоға қайтып келіп, жолда 2 Оцуцуки мүшесінің шабуылына ұшырағанын айтады. Бұл олардың болашақта үлкен қауіп төндіру мүмкін екенін білдіреді. Келесі күні Баруто Канахамаруға келіп, өзінің Расынганын жетілдіруге көмегін сұрайды. Ол су шарларымен жаттығады. Бар жоғы 20 сағаттық тәжірибеден кейін техниканы меңгереді. Бірақ оның Расынганы тым кішкентай болса да, дегенмен Барутоның прогресі өзгелерге қарағанда әлде қайда жылдам жүрді. Ол өзінің Расынганын Саскеге көрсетеді. Бірақ Саске бұл Расынган соншалықты кішкентай, оны Расынган деп атау қиын дейді.
Бұған Баруто ашуланып оны лақтырып жіберіп қашып кетеді. Жай ғана кездейсоқтық па, Саске бәрібір Сарадаға Барутоны үйрететінін айтады. Сол кезде бізге Баруто лақтырған Расенган деген ағашты көрсетеді. Барутоның көңілсіздігін ғалымдар пайдаланып, оған ниндзя құралын қолдану арқылы Расенганын күшейтуін ұсынды. Баруто осы құралды пайдаланып үлкейтілген Расенганын Саскеге көрсетеді және өзінің әкесінен әлде қайда дарынды екенін мәлімдейді. Саске Барутоның бұл әділетсіз жолмен жасағанын білсе де, оған мән бермей, оны үйретуді жалғастырады. Осы кезде бізге Саске айтқан екі Оцусуки мүшесінің 8 құйрықпен шайқасып жатқанын көрсетеді. Күрес кезінде Оцусуки мүшелерінің бірі арнайы дәрі ішіп Биджу бомбасын кері қайтарады және 8 құйрықтыны өлтіреді. Чакраны сіңірген соң олар бұл жеткіліксіз екенін түсінеді және Кураманы жұтуды жоспарлайды. Бірнеше күн өтеді. Чунин емтиханы жақындап қалды. Құм ауылының командасы емтиханға келеді. Олар қарсыластарымен танысып, топ басшысы Гараның асыранды ұлы Шинки екені белгілі болды. Осы уақытта Саске Барутоны оқытуды жалғастырып, оған маңызды бір сабақ береді. Бұл сабақтың мәні мынандай: асықпау керек. Ал бұл Канасукидің Барутоға айтқан сөзімен тамаша үндеседі. Яғни ол әрқашан ниндзя құралдарына сенуге болатынын айтқан еді. Бірнеше сағаттан кейін Чунин емтиханы басталады. Командаларға иә немесе жоқ деген сұрақтарға жауап беру керек. Дұрыс жауап таңдағандар сәйкес платформаларға тұрады. Бірақ бұл тұзақ болып шығады. Шынайы тест, олар шұңқырдың түбіне құламай тұру керек. Бұл кезеңнен өткеннен соң келесі сынақ жалау тартып алу болады. Барлығы өтті, тек Метал Лидің жалауын Шинки тартып алды. Енді жеңіске жету тек Барутоның командасына байланысты болды. Сарада мен Мицуки өз істерін орындап болды. Қалғаны Барутоға жүктелді. Ол жалғыз өзі үшеуге қарсы тұрды. Бірақ көлеңке клондарының арқасында бұл шайқас 9-ға 5 болып өзгерді. Ақырында Баруто ниндзя құралын пайдаланып жеңіске жетті. Тентен мұны байқамай, оның мөрсіз техника қолдана алатынына таң қалды. Бірақ ғалымдар бәрін байқап жазып алды. Раунд аяқталғаннан соң емтиханның ертең жалғасатыны жарияланды. Шикамару Нарутоға келіп, оның ұлы келесі раундқа өткенін және олардың балалары бір-бірімен шайқасатын хабарлайды. Кейінірек Саске келіп, құпия жазбаны аудару жұмыстарының қалай жүріп жатқанын сұрайды. Бірақ бұл күтілгеннен қиынырақ болып шықты. Наруто Саскенің ұлыңды үйретіп жүрмін дегенін естіп, олар уақыт өте Шинобидің жаны қалай өзгереді деген әдеттегі әңгімелеріне көшті. Кейін Баруто үйіне оралады. Отбасы оны 3-ші раундқа өтумен құттықтайды. Ол ризашылығын білдіреді, бірақ ниндзя құралдарын пайдаланған үшін өзін кінәлі сезінеді. Осы ойлармен отырған кезде Наруто келіп оны құттықтайды. Наруто қуанышты, бірақ сонымен қатар бұл оған ауыр тиеді. Себебі ол енді бар күшін салуға міндетті. Келесі таңертең бірге бір шайқастар басталып, 3-ші тур басталады. Бірінші шайқас Баруто мен Юруй арасында өтті. Олардың айқасы аңызға айналды, бірақ Юруй жарылғыш көпіршіктер техникасын пайдаланып артықшылыққа ие бола бастады. Сол кезде Баруто Саскенің жаттығуларын есіне түсіріп, Кунайды лақтыру бағытын өзгертті. Кунай Юруйдың бетін жанай өтіп, жарылғыш көпіршік тура оның аузында болды. Келесі шайқас былай өтті. Кім жеңеді деп ойласаң, сол жеңеді. Барлығы жартылай финалға дейін жалғасты. Онда Баруто мен Шикадай кездесті. Шайқас бастала салысымен Шикадай Барутоны көлеңкені басқару техникасымен ұстап алды. Сол кезде Баруто көлеңкелі клондарын жасау үшін тағы да құралды пайдаланды. Бұл көрініске барлық көрермендер таңғалды. Тек Наруто ғана еш таңырқаған жоқ. Дәл осы сәтте Саске Оцусуки мен құпия жазбаға байланысты үлкен проблема туындайтынын түсінді. Наруто Барутоны жарыстан шығарып, жеңімпаз ретінде Шикадайды жариялады. Сосын ол Барутоның басындағы жапырақ ауылының байлауын алып тастайды. Бірақ дәл осы кезде Киншики мен Мамашики Оцусуки келеді. Адамдар дүрбеленге түсті, ал Сакура мен Темари оларды эвакуациялауға кірісті. Наруто мен Мамашикидің шайқасы басталды. Олар 9 құйрықтың чакрасын алу үшін келгендері белгілі болды. Мамашики дәрі көмегімен алып чакра бомбасын жасайды. Наруто оны оңай жоя алар еді, бірақ онда өзі Саске және санаулы мықтылардан басқа барлығы қаза табатын еді. Сол себепті ол өз денесін құрбан етіп, жарылысты толықтай өзіне қабылдайды. Бірнеше сағаттан кейін Баруто ауруханада есін жиды. Ол болған жағдайды есіне түсіре алмайды, бірақ өзі аман. Ал Хината болса қатты
қатты жараланды. Өйткені ол соңына дейін Нарутоны құтқаруға тырысты. Қатты уайымдаған Баруто әкесінің кеңсесіне жүгіріп келіп, оның ескі күртесін тапты. Сол сәтте ол өз қателіктерін түсініп, әкесіне дөрекі болғанына өкінді. Осы кезде Саске кіріп келіп, оны жігерлендіріп, оның ішінде үлкен қабілеті бар екенін айтты. Және оны әрі қарай оқытатынын жеткізді. Көп ұзамай басқа Кагелер келіп, Барутоға әкесін құтқаруға көмектесуді ұсынды. Саске өзінің бас байлауын Барутоға берді. Ол оны тағып, мен сендермен барамын дейді. Сонда Саске, сен енді нағыз шиноби сияқты әрекет етудесің деп жауап берді. Барлығы порталға еніп кетті. Біз Нарутоның чакрасын сорып алып жатқан өлшемге ауысамыз. Бірақ оның чакрасын алу оңай емес екен. Себебі ол өте көп болатын. Дегенмен процесті аяқтай алмады. Өйткені басқа шинобилер оны құтқаруға келді. Наруто мен Баруто жаңағы қысқа жанжалдан кейін татуласты. Саске мен басқа Кагелер Киншикимен шайқасқа кірісіп, оны оңай ұстап алды. Бірақ шайқас жалғасып, енді олар Мамашикимен соғыса бастайды. Саске Мамашикидің нинзя техникаларды жұтып, кейін олармен шабуыл жасай алатынын анықтайды. Кагелер оны бұрышқа тақағанда, Мамашики өзінің одақтасы Киншикиді жұтып, одан да қауіпті қарсыласқа айналды. Трансформациялардан кейін Мамашики бәрін талқандайды. Алдымен Райкагені, Казыкагені, соңында қалған Кагелерді оңай жеңді. Осылайша шайқаста Мамашикиге қарсы тек Наруто, Саске және Баруто қалды. Баруто тек сырттай бақылап тұрды. Наруто бірінші болып Мамашикиге соққы жасайды. Наруто ашық шабуыл жасаса, Саске телепортацияны пайдаланып күтпеген жерден соққы берді. Бұл Мамашикиді ашуландырды. Ол алып чакра монстрына айналды. Сол кезде Наруто Кураманы шақырады, ал Саске оны Сусаноға орап алды. Осы комбинация арқылы олар Мамашикиді жеңіп шықты. Барлығы жеңіске жеттік деп ойлаған кезде Канасуке ғалым келіп, Мамашикиді нинзя құрал арқылы жоюға тырысты. Бірақ Мамашики бұл шабуылды жұтып, өз күшін қайта қалпына келтіреді. Кенеттен ол барлығын алып көлеңке параличіне түсіріп, жарылысты зарядтай бастайды. Барлығы қаза табуы керек еді, бірақ Баруто өзінің Расынганын зарядтай бастайды. Ол оны Мамашикиге лақтырды, бірақ Расынган жоқ болып кетті. Барлығы оның жай ғана тарағанын ойлады, бірақ кенеттен Расынган нысанға дәл тиіп, көлеңке параличін бұзды. Сонда Саске түсіндірді. Баруто кездейсоқ жаңа техника жоғалатын Расынганды жасады. Наруто үлкен Расынган жасап, оны Барутоға берді. Саске бірнеше рет телепортация жасап, Мамашикиді шатастырып, Барутоға оны аямай соққы беруге мүмкіндік жасайды. Ақырында Баруто оны үлкен Расынганмен түпкілікті жеңді. Бірақ күтпеген жағдай орын алды. Баруто бір түрлі нәрсе сезіп артына қарады. Мамашики әлі де тірі, бірақ басқа бір пішінде. Сол сәтте уақыт тоқтап қалды. Мамашики оған қарап, сенде Бякуган бар. Бір күні сенің көзің сенің өміріңді қирататын болады. Және құдайларды жеңгендер мәңгілікке өзгереді деп қосты. Кенеттен ол Барутоға жақындап, оның қолына белгі салып жіберді. Сол кезде Саске оның бәрін сырттай бақылап тұрған еді. Баруто да Саскеде ешкім ештеңе айтпады. Барлығы тыныштықпен жапырақ ауылына оралды. Өмір бұрынғы қалпына келді, ал 7-ші топ қайтадан тапсырмаларды орындауға кірісті. Осы кезде Баруто Хакаге болғысы келмейтінін түсінді. Оның орнына ол Саске секілді Хакагенің оң қолы болуды қалайды. Ол Мамашикидің сөздерін есіне алды. Бірақ оларға мән бермейді, өйткені ол ешқашан басқалар сияқты болғысы келмеген. Ақырында ол өзін ниндзя деп атайды. Ал бұл оның оқиғасы. Осылайша Мамашикимен болған арка және Тайдлдың бірінші аркасы аяқталды. Баруто, Мицуки және Сарада Муджина бандиттерін ұстау тапсырмасымен айналысады. Жоспар қашып кеткен бір бандитті аңду арқылы олардың басшысын анықтау болатын. Алайда Баруто алаңдап жоспарды толық тыңдамаған еді. Ол Мамашикимен болған шайқас пен Саскенің оған берген ескертуін ойлап жүрді. Саске Барутоға қолындағы белгіге абай болу керектігін айтқан болатын. Ойға шомылып кеткен ол шынайылыққа оралғанда Сараданың қиын жағдайда қалғанын көреді. Ол асығыс әрекет жасап, жауды жеңгенімен бүкіл топтың жоспарын бұзып алды. Осы уақытта Нарутоға Шочиджидің әлі де қолға түспегені туралы хабар келді. Одан да қорқынышысы оның қабілеті. Ол өлтірген адамның сырт келбетін, даусын және тіпті естеліктерін көшіре алады. Сол сәтте Наруто от елі даймиосымен кездесу қажет еді. Ал Баруто болса біраз уақыт бала секілді еркін жүре алды. Ол тапсырма үшін алған сияқысын түгелде шиноби карталарын сатып алуға жұмсайды. Бірақ кенеттен оны Канахамару шақырып арнайы тапсырма береді.
Ол Даймёның ұлы Тентоны қорғау керек еді. Бұл міндет Барутоға ұнамады, алайда олардың өмір салты мүлдем өзгеше болғандықтан ол өзінің дөрекі сөйлегенін де байқамай қалды. Баруто мен Тенто бірнеше күн бірге өткізді. Тентоның Нарутоның үлкен жанкүйері екені белгілі болды. Сондықтан ол Барутоның көлеңке клондарын көріп қатты таң қалды. Олар бір-бірін карточка жинау мен әкелерінің жеткіліксіз назары арқылы түсінісіп достасады. Баруто оған сүйреген лақтыруды үйретеді, ал Тенто небәрі бірнеше сағаттың ішінде көздеген жеріне дәл тигізуді меңгеріп алды. Осылайша олар жақсы достарға айналды. Бірақ Барутоның миссиясы аяқталды, енді олар қоштасу керек еді. Алайда Шочиджи осы уақыт бойы оларды аңдып жүрген болып шықты. Әрі оның Даймё сарайында сыбайласы бар еді. Келесі күні Баруто мен оның командасы Канахамару шақырған кездесу үшін жиналды. Канахамару олардың Тентомен достасқанын айтып, оларға жаңа тапсырма береді. Бұл В дәрежелі миссиясы болатын, яғни команда үшін өте маңызды іс еді. Сарада мен Баруто бұл тапсырма оларға бедел мен танымалдылық алып келеді деп ойлайды. Үйге қайтып бара жатқанда Баруто өз сөмкесінде Тентодан қалған карточканы тауып, оны қайтаруға шешім қабылдайды. Бірақ орнына барғанда Тентоны ұрлап кеткенін біледі. Ол оны құтқаруға бірден асығады, бірақ алдымен Сарадаға жаңа тапсырмаға қатыса алмайтынын хабарлайды. Бізді Тентоны ұстаған қоймаға апарады, және осы жерде шын мәнінде Даймёның көмекшілерінің бірі болып жүрген адамның өзі Шочиджи екені анықталды. Ол Тентоның миын жеп Даймёның отбасына жақындауды көздеген. Ол біреудің денесін ұрлау үшін миы тірі күйде болу керек екенін айтады. Дегенмен Баруто уақытында келіп шабуыл жасап Тентоны құтқарып қалады. Шочиджи оны сынап көру үшін 4 көмекшісін жіберді, бірақ Баруто көлеңке клондарын қолдану арқылы оларды оңай жеңеді. Кейін ол Шочиджимен бірге бетпе-бет шайқасады. Алайда Шочиджи Барутоны бірден өлтіре алмайды. Өйткені егер ол өлсе, оның денесін емдену мүмкін болмайтын еді. Баруто қайтадан шабуыл жасауға тырысқанмен Шочиджидің жел қалқаны атты қабілеті барлық ниндзюцу техникасын бұғаттауға мүмкіндік береді. Жағдай қиындай түскенде Тенто кенеттен сүйреген лақтырып Шочиджиді алаңдатты. Бұл Барутоға шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Баруто оның арқасында Расенган соққысын жасайды, бірақ бұл шабуыл Шочиджиге қатты әсер етпейді. Осы кезде Барутоның қолындағы таңба кенеттен іске қосылып, ол шайқасты жалғастыра алмай қалады. Дегенмен дәл сол сәтте Сарада мен Мицуки келіп, оған көмек береді. Келесі күні команда Шиноби карталары сатылатын дүкенге барады. Сарада өзінің карталарын сатып алып, ішінде Арачимарудың картасы бар екенін байқайды. Барлығы таңғалып тұрғанда Мицуки оның ата-анасы Арачимару екенін жай ғана айтып береді. Балалар көңіл көтеріп жүргенде Шочиджиді тергеп жатады, бірақ ол ештеңе айтпайды. Сол кезде Саски келеді, ал Шочиджи бірден беріледі. Саски Барутоның қолындағы белгі қайдан пайда болғанын сұрағанда, Шочиджи бұл Кара ұйымының белгісі екенін айтады. Ол ұйымның басшысы Джиген деп аталады. Бұл ұйымның үлкен шабуыл жоспарлап жатқаны белгілі болады. Осылайша Баруто анимасындегі зұлым ұйымдардың бірімен байланысты Муджина бандиттері аркасы өз мәресіне жетеді. Келесі арка Кара ұйымының Джигенмен болған әңгімеден басталады. Олар жоғалған дене туралы сөз қозғайды. Әңгімеге қатысушылардың ішіндегі негізгі мүшелері ішкі әлем деп аталады, ал қалғандары сыртқы. Әңгіме барысында Кашин Коджи денені қайтару үшін өзіне сыртқы мүшелердің көмегі қажет екенін айтады. Кездесуден кейін ол бір сыртқы мүшені өлтіреді. Содан кейін өз іс-әрекеттері туралы ойланып, өзін от жерінің тағдырымен байланысты сезінеді. Канохаға оралайық. Наруто мен Баруто арасында жекпе-жек ұйымдастырылды. Күткендей Наруто жеңеді. Бірақ кенеттен оның протезі ниндзюцу сіңіретін құрал болып шыққанын анықталады. Баруто бұған қатты ренжіп, наразы болады. Бұл арканың негізгі тақырыбы ниндзя құралдарын қолданудың дұрыстығы. Барутоны тыныштандыру үшін Саски ниндзя құралдарын пайдаланудың өзі қалыпты екенін, ең бастысы оларды дұрыс қолдану керектігін айтады. Осы уақытта Канахамару мен оның шағын тобы Каноха маңында табылған денені зерттеуге жіберіледі. Контейнер ашылғанда оның бос екені анықталады. Бірақ шын мәнінде дене олардың артынан жақындап келе жатқан еді. Канохада Наруто 7 команданы S дәрежесіндегі тапсырмаға жібереді. Олар ниндзя құралын тасымалдап Канасукені қорғауы керек. Команда пойызға отырып Канасуки клиентінің бірі Лорд Эомен кездеседі.
Эо Туман ауылынан шыққан және шиноби соғысы кезінде ауыр жарақат алған адам. Канасуке оған протездер жасаған. Баруто Эомен достасып оған қатты қызығады, бірақ сапар соңында Эоның Кара ұйымының мүшесі екені белгілі болады. Эо гензутсу қолданып Канасукенің құрал туралы ақпаратын ұрлағаны анықталды. Осыдан кейін Коджи Эоны денені алуға жібереді, ал өзі басқа тапсырманы орындауға кетеді. Команда зертханаға келіп бұрынғы сыныптасы Какей Сумирмен кездеседі. Олар ниндзя құралдарын әртүрлі спаррингтерде сынап көреді. Сарада түтінді және жарық гранаталарды қолданып Маруто мен Мицукиді оңай жеңеді. Басқа бөлмелерде олар дыбысты басатын жүйелер мен лазерлік қолғаптарды, аяқ киімдерді сынайды. Зертханадағы сынақтар аяқталғаннан соң команда Чимару есімді итті көреді. Ол бұрын аяғын жоғалтқан, ал Канасуке оған протез жасаған. Осы сәтте Баруто ниндзя құралдарының шынайы маңызын түсіне бастайды. Ол сондай-ақ күш иесінің чакрасына тәуелді чакра қылыш табады. Команда Нарутоның шақыруын алып Канахамару мен Мугенаны іздеуге шығады. Олар аттануға дайын болды, тіпті Канасуке де шайқасқа көмектесу үшін арнайы костюм киді. Оқиға орнына жеткен бойда команда қуыршақтар армиясымен шайқасуға мәжбүр болды. Қуыршақтар отты шарларды лақтыра бастайды, бірақ Канасуке оларды сіңіріп алып, қуыршақтар қатты қызып кетуден жойылды. Команда Канахамаруды тауып, оның аман екенін көреді, бірақ кенеттен Эо пайда болып, олардың барлығын өлтірмек болады. Эо шайқас барысында чакра гатлингті пайдаланып, бәріне шабуылдайды. Ол Канасукенің сіңіру қолғаптарын ұрлап, бәрін жарып жіберуге дайындалады. Бірақ соңғы сәтте Мугена артқа секіріп, өзін құрбан етеді. Эо оны чакра қылышпен өлтірмек болғанда, Мугена жер сілкінісін тудырады. Команда үңгірден шығып үлгереді, бірақ Мугена қаза табады. Қалғандары қашып шығып, Эоны қалай жеңуге болатынын ойластыра бастайды. Баруто да ниндзя құралдарына деген құрметін арттырады. Эомен шайқас басталды. Команда оны үздіксіз шабуылдағанмен, Эо оларды оңай сіңіріп отырды. Ол өзіне қарсы қулық ойнап жатқан түсіне бастайды. Сол сәтте Баруто оның соқыр аймағында тұрды. Эо бұрылып Барутоны қылышпен сұғып өтті, бірақ бұл жай ғана көлеңке клоны болып шықты. Осыдан кейін Баруто өзінің күшін пайдаланып, Эоның сіңіру қабілеті бар қолғабын өшірді. Сосын Расенганмен шабуыл жасайды. Эо артықшылық алып Барутоны ұстап алады. Бірақ Баруто Нарутоның айласын қолданып қашып кетеді. Ол Эоның қолы мен аяғын чакра қылышпен кесіп Расенганмен жеңеді. Баруто оны өлтірмей, болашақта адамдарға көмектесуі мүмкін деп үміттенеді. Кенеттен Коджи пайда болып Бубақасын шақырады. Оның техникасы мен әрекеттеріне қарағанда Джираямен байланысты бар екені байқалды. Ол Расенганды қолданып Канахамарудан әлде қайда күшті екенін көрсетті. Коджи Каноха туралы көп білетін байқатады. Ол Канахамаруды отқа орап өлтіруге тырысады, бірақ Баруто қара мөрін қолданып шабуылды сіңіріп алады. Кейін Коджи Барутоға кез келген адам Мамашикиді жеңсе, дәл осындай қарғыс таңбасын алатынын айтады. Барутоның денесі мұндай энергияны көтер алмайды. Коджи командаға әзірге тимей кетіп қалады. Қайта бара жатып 7-ші команда ес-түссіз жатқан Каваки денесін табады. Оның да дәл Барутодағыдай мөрі бар екені анықталды. Осылайша 3-ші арка аяқталады. Эо Кара аркасы. Бізді сахнаға ауыстырады. Онда Дельта мен Джиген бірге тамақтанып жатыр. Дельта дененің жағдайынан соншалықты ашуланып, үстелді сындырып жібереді. Алайда Джиген оны белгісіз қабілетін пайдаланып, қайта қалпына келтіріп, сол ескі тағамды және сусындарды қойды. Джиген келісімнен кейін Дельта Коджиге қосылуға рұқсат берді. Бізді команда 7-ге қайта оралтқан кезде олар Кавакиді аяғына тұрғызуға тырысып жатыр. Осы сәтте оның әкесі оны Джигенге сатқан туралы естеліктері пайда болды. Каваки айғайлап оянып, барлық тарапқа энергия толқындарын жіберді. Содан кейін Дельта мен бір сыртқы Гаро келді. Гаро Кавакиді алуға келгенін айтты. Каваки қолының бір бөлігін пышаққа айналдырып, Гароға шабуыл жасайды. Бірақ ол соққыны бөгеді. Содан кейін Каваки энергияның қоюланған бөлшектерін лақтыра бастайды. Бірақ Гаро олардан оңай жалтарған соң Кавакиді сұқ саусағымен тесіп, оны ұстап алады. Бірақ Каваки өзін босатып, Кара таңбасын іске қосады. Бірақ осы сәтте Барутоның таңбасы да іске қосылды.
Бір ғана соққымен Каваки Гароуды жеңіп, оны ең күшті энергетикалық жарылысымен жарып жіберді. Бұл жарылыс айналасына қатты зақым келтіріп, барлығын өлтіре алар еді. Бірақ Баруто өзінің таңбасымен жарылысты сіңіріп, команданы құтқарды. Мондай энергияны пайдаланған соң Каваки қайтадан есінен танып қалады. Оны зерттеген Канасуки Кавакидің жасанды және бәлкім ең жетілдірілген нинзя құралы екенін айтты. Сондықтан команда оны Нарутоға апаруға шешім қабылдады. Каваки ұйықтап жатқанда Джигенмен өткізген уақытты есіне алды. Джиген оған қандай да бір сыйлық беретінін айтып, кейін оны мөрлеп, оған сұйықтық сорғызып, вазаның ішіне құйды. Ваза кейінірек маңызды рөл атқарады. Каваки ауруханада Наруто, Шикамару мен Канахамару қоршауында оянып, дереу қашуға тырысты. Бірақ Шикамару оған көлеңкелі басқару арқылы кедергі жасайды. Наруто Кавакиге таңбасын зерттегенше оның үйінде тұруын айтты. Үйге барар жолда Каваки тағы да қашуға тырысып, бірақ Наруто оны оңай тоқтатты. Үйде Каваки Хивамаридің вазасын лақтырып, оны сындырып, тағы да қашуға тырысты. Сонда Наруто чакраның формасын пайдаланып, Каваки оған ешқашан қашып кетпейтінін түсіндірді. Осы сәтте Каваки ол арқылы Джигеннен күшті болуға болатынын ойлады. Баруто үйге қайтып келгенде Хивамаридің сындырып қойған вазасын көріп, Кавакиге айқайлап, оны жейдемен ұстап алды. Бірақ кейін олар танысып тынышталады. Бұл мангада алғаш рет Кавакидің есімі белгілі болады. Келесі күні Каваки мен Баруто бір уақытта дәретханаға барғысы келді. Бірақ дәретхана Нарутоның қолында болғандықтан басқа жерге баруға мәжбүр болды. Көшеде Баруто Кавакидің жанында тұрғанына ашуланып, Каваки Барутоның үнемі өзіне тиісті сөздер айтып тұратынына ашуланды. Процесс аяқталғаннан соң және белдігін қайта байлағаннан соң олар ұрсып бастайды. Бұл шын мәнінде ауыр төбелес болды. Каваки тіпті өзінің таңбасын пайдаланды. Бірақ соққы алдында Наруто пайда болып, олардың төбелесін тоқтатты. Біраз уақыттан кейін Каваки Барутоға оның таңбасын қайдан алғанын сұрайды. Ол оған оны Мамашикиді жеңгеннен алғанын айтады. Каваки өз таңбасын қалай алғанын есіне алды. Ол пластик пакеттің ішінде оянғанын, айналасында өлген адамдардың жатқанын, олардың таңбалары үйлесімсіз екенін еске алды. Сонда ол өлгісі келді. Өйткені таңбалының өмірі нағыз азап. Каваки Нарутоға осының бәрін көбірек білу үшін көмек сұрайды. Бірақ Баруто вазадан ашуланып бас тартты. Сонда Каваки оның орнына ауыстыруды шешіп, Наруто оған Иноның гүл дүкеніне баруға кеңес береді. Бірақ жолда олар Сараданы кездестіріп, Наруто бәріне бірге тамақ ішуге шақырды. Каваки таңғалды. Ол бұрын компаниямен бірге тамақтанбаған. Дүкенге келгенде Наруто Кавакиге вазаны таңдауын айтты. Біреуін таңдап, ол травматикалық синдромды бастан өткереді. Ина оған гүлдерді қойған кезде ол вазаны түсіріп сындырады. Наруто оны тыныштандырып, олар үйге қайтады. Каваки Барутоға вазаны береді, ал Баруто оған суперклей береді. Сол уақытта Каноха қабырғасында Кавакиді Дельта мен Коджи іздеген. Коджи Дельта Каноханың қауіпсіздік жүйесінен өте алмайтынын айтып, өзі кетеді. Келесі күні таңертең Наруто Барутоны спаррингке шақырады. Күткендей Наруто Барутоны жеңеді. Бірақ Каваки өз таңбасын іске қосып, Баруто әлде қайта күшті болып кетеді. Бірақ бәрібір Наруто оны жеңеді. Олардың шайқасы татуласу белгісімен аяқталды. Осы сәтте Каваки Джигеннің оны жаттығу кезінде өлімші етіп соққаны туралы еске алады. Татуласу белгісін көріп, Каваки Барутоның оның отбасыларының жақсы адамдар екенін түсінеді. Ол вазаны жөндеуге шешім қабылдайды. Бірақ қапшықты қолына алған кезде оны Коджи байқайды. Каваки үйге кіріп вазаны Хивамари алдында жөндейді, ал Коджи оны сырттан бақылайды. Дельта ашуға булығып, өзі Кавакиді іздеуге шешім қабылдайды. Баруто Кавакиге вазаны жөндеуді босатып, оған көмектесуін айтады. Олар спарринг ұйымдастырады. Оның барысында Каваки Барутоға таңбамен жұмыс істеуді үйретеді. Олар шайқасты бастайды. Каваки Барутоға чакра толқындарын жіберіп, оны сіңіруді үйретеді. Спарринг соңында олар татуласу белгісін жасауды жоспарлайды. Алайда бір сәтте уақыт тұрып қалады және Баруто Мамашикиді көреді. Олар не болғанын түсіне алмай жатып, Дельта пайда болады. Ол Кавакиді алып кетуді жоспарлайды. Дельта мен Наруто шайқасады. Алдымен Наруто жеңеді. Дельтаны жерге тығып, Расенганмен оны аяқтауға дайындалады. Бірақ Дельта оның барлық күшін көзімен көздегі құрал арқылы сіңіріп алады. Шайқас жалғасады. Дельта Нарутоны тесіп өтеді. Жерге таңылған Наруто өлім аузында сұрақтар қоя бастайды. Дельта бәрінің тұзақ екенін түсініп жауап бермейді.
Олар қайтадан қақтығысады, Наруто жеңіс әкеледі. Сол кезде Дельта көзінен лазерлер шығарып, Нарутоға клеткалық деңгейде зиян келтіреді. Бұдан кейін Нарутоның регенерациясы тоқтайды. Баруто әкесіне алаңдап Дельтаға жоғалып кететін Расенганмен шабуыл жасауға тырысады. Бірақ Дельта Хивамариді ұстап, оны ауаға лақтырып лазерлермен атқылайды. Алайда Каваки лазермен Хивамаридің арасынан өтеді. Бірақ қолының бір бөлігін жоғалтады. Бұл Дельтаны одан сайын ашуландырады да, ол Кавакиді тек Джигеннің пайдаланатын денесі ретінде жүргенін айтады. Ашуланған Наруто бар күшін салу шешеді. Наруто Дельтаны, Джигенді және Кара ұйымын жоюды мақсат етеді. Ол Дельтаға алып Расенганмен шабуыл жасайды, бірақ ол оны сіңіреді. Кейін супер ұзын Расенганды пайдаланады, бірақ оны да сіңіреді. Кенет осы жолы Наруто шабуылға сұмдық чакра салады. Солай Дельтаның көзіндегі құралды сындырады. Осыдан кейін Наруто финалдық мега Расенганды пайдаланады, және Дельта тұрып кете алмайды. Жеңіске жеткеннен соң Наруто Дельтаны тұтқындап жауап алмақ болды. Бірақ ол жарылып санасын дронға жіберіп, қайта оянып, жаңартылған денесінде капсулалардан шығады. Өз санасын қалпына келтіріп, Барутоның белгісі бар екенін айтады. Осыдан кейін Джиген Мамашикидің өлімінен кейін дене қалдырғанын түсінеді. Каноха да Наруто Кавакиге протез қол береді. Бірақ оның мәселесі сол, ол үнемі Нарутоның чакрасын сіңіріп тұрады. Каваки Нарутоның бірге жаттығып, басқа балалармен танысып, Каноханың толыққанды тұрғыны бола бастайды. Түнде ол вазаны қайтадан жабыстырып отырады. Ол тіпті Наруто ұйықтап жатқанда да жалғастырады. Бірақ бір бөлігінің жоқ екенін байқайды. Ол оны іздеуге тырысады, бірақ бір нәрсе немесе біреу оны тоқтатады. Бұл Курама. Курама Кавакиге Нарутоның барлық тарихын айтып, олар негізінен ұқсас екенін қорытындылайды. Ол Кавакиге Нарутоның жолын ұстануға тырысу керек екенін айтады. Осы уақытта Саски Оцусуки кланын қадағалап, Караны іздейді. Ол баспанасына еніп, 4 Оцусуки мүшесінің және 10 құйрықтың голограммасын табады. Сосын Джиген пайда болып, 10 құйрықтың чакрасын сіңіреді. Оцусуки формасын қабылдап, содан кейін бұрынғы жағдайына қайта оралады. Канохада Кавакидің белгісі өзгеріп, ол кенеттен жерге құлап портал ашылады. Содан Джиген шығады. Коджидің бақылап отырғанын байқап, ол Нарутоны алыстатып, оны чакра жұтуға арналған таяқшалармен теседі. Баруто Кавакидің белгісі іске қосылғанын байқап, үйге жүгіріп кетеді. Каваки түрлене бастайды. Наруто Джигенді кері серпіп, шайқасты бастайды. Каваки Джигеннің тым күшті екенін ойланып, оны Наруто тірі қалдырса, өзімен бірге кетуге келіседі. Бірақ Наруто Кавакиді беруге келіспейді. Сол кезде Джиген басқа өлшемге портал ашады да Нарутоны өзімен бірге алады. Нарутоны тұтқындап, Джиген қашуды жоспарлайды. Бірақ Саски пайда болып, оған шабуыл жасайды. Наруто мен Джиген шайқасқа түседі. Бірақ Джиген чакраны сіңіруге де қабілетті. Сондықтан ол Расенганнан жалтарады да Нарутоны жаңа таяқшыларымен тесіп өтеді. Саски қайтадан шабуыл жасап, Джигенге қарсы әрекет етеді. Кенет Джиген ғайып болып, команданың үстінен пайда болады. Саски Джигеннің техникасы өлшемдерді манипуляциялау екенін түсінеді. Содан кейін Джиген ең алдымен Саскеден құтылуды шешеді. Себебі ол оны үлкен қауіп деп санайды. Ол қайтадан кішірейіп, бірақ Наруто Расенганды қолданады. Джиген үшін чакраны сіңіру үшін тұрақты алаң қажет болғандықтан, Саски оған өзінің қылышын тығуға мүмкіндік алады. Джиген түрленіп Оцусукидің формасын қабылдайды да, енді оларға сәттілік болмас деп айтады. Наруто мен Саски Джигенді бірден жою керектігін түсініп, бар күшін салады. Бірақ Джиген оңайлықпен Саскенің Сусаносын таяқшаларымен бұзады да оны жерге байлап тастайды. Ол Саскені өлтірмек болады, бірақ Саске Реннинган техникасын қолданып, орнын ауыстырады. Олар шабуыл жасауға тырысады, бірақ Джиген Наруто мен Саскені жеңеді. Кенет Джигеннің чакрасы таусылып, Нарутоны өлтіруге қауқары жетпей, Саскені өлтіруді шешеді. Бірақ Саскеге Канохаға қашып кету мүмкін болады, ал Наруто кеңістікте қалады. Канохада балалар мен Шикамару Нарутоның үйіне келеді. Шикамару Кавакиді ұстап алып, оны әлі де шпион болу мүмкін деп ойлап, үй қамаққа алады. Баруто мен Каваки уақытша кеңістік бойынша нинджутсу жасау үшін бірігеді. Ал Каваки көлеңкелі иеленуден қашады. Осылайша жаңа 7-ші команда Нарутоны құтқаруға аттанады. Олар келгенде Борамен кездеседі. Каноха да Нарутоны қамап ұстап тұрған тағы бір ішкі топ мүшесі. Бора команда мен Нарутоны құлыптаулы күйде мазақ етеді. Ол лава арқылы шабуыл жасайды, бірақ Каваки оны сіңіреді. Ол қолдарымен белгілер сала бастайды. Оларды не Баруто, не Каваки байқамайды. Олар шабуыл жасауға тырысады, бірақ кенеттен қозғала алмай қалады.
Мицуки Борадан қан үлгісін алып жоспар құру үшін артқа шегінеді. Сарада қаннан параличті вирус бар екенін түсінеді. Содан соң олар қан үлгісін пайдаланып антидот жасайды. Сарада Бораға келіп өз достарының қозғала алмайтынын айтып, белгілі бір уақытта қалғандары күтпеген шабуыл жасайды. Команда Бораны шегіндіріп тастайды, бірақ ол қарсы жауап қайтарады. Каваки оларды Бораның ядросын жою керектігін айтады, себебі ол қалпына келмес үшін. Бірақ Бораның ядросын қозғалту мүмкіндігі бар екен. Сарада Шаринган арқылы ядроның орналасқан жерін анықтап, оны шығарып Чидори арқылы жояды. Содан кейін Каваки уақытша кеңістік нюнджитсуын қолданып, Нарутоны құтқаруға тырысады, бірақ Бора түрленіп бәрін ұстап алады. Сол кезде Баруто Мамашикидің түріне айналып өте күшті болып, Бораны ақырғы соққымен жеңеді. Осы уақытта Коджи Караның басты штабында Джигенді әлсіреген кезінде өлтіруге бел байлайды. Ол Амадоға өз жоспарын жүзеге асыру үшін кездеседі. Дельта бұл жағдайды байқап араласуға тырысады, бірақ Коджи онымен шайқасады. Амадо Дельтаны жасағандықтан оны өшіріп тастайды. Коджи Амадоны Канохаға жібереді. Онда ол Шикадай мен Иноджинмен кездеседі. Ол Шикадайды кепілге алып, оның әкесі Шикамарумен сөйлесуге мәжбүрлейді. Ино мен Амаданың қабілеттері арқылы Шикамару Наруто мен Канасуки байланысқа шыға алады. Амадо Канохаға қашуға ниеттеніп, Кара жайлы барлық мәліметтер беруге келісім жасайды. Наруто келіседі. Сонда Амадо Хакаге кеңесіне жеке сөйлесуге барады. Осы уақытта Коджи Джигенге қарсы тұрады. Джиген ақпарат талап етеді. Хакаге кеңесінде Амадо Кара мен Джиген туралы көптеген маңызды мәліметтер ашады. Ол Джигеннің бұрынғы адам болғанын, бірақ қазіргі уақытта ол Оцуцуки екенін айтады. Саски оған жауап беріп, ол тек Оцуцукидің бұрынғы шынайы мүшесінің күші үшін жай дене екенін айтады. Содан соң Амадо Оцуцукидің шынайы табиғат туралы айтады. Олар ғаламшардан ғаламшарға көшіп, чакраны сорып алатын жаратылыстар. Олар әр ғаламшардың ортасында 10 құйрықтыны орналастырып, оны алып ағашқа айналдырады. Бұның барлығы чакра жемісін өсіру үшін. Оцуцукилер сол жемістерді жеп эволюцияға жетеді деп түсіндіреді. Осы оқиғадан кейін ол Джиген мен Коджидің шайқасын көрсетеді. Коджи Джигенді өлтіру үшін жасалғанын айтады. Олар шайқаса бастайды, бірақ шайқас айқын бола бастайды. Ешкімде үстемдікке қол жеткізе алмайды. Осы уақытта Амадо Джигеннің тарихын жалғастырады. Шын мәнінде Джиген Ишики. Ол Кагуямен бірге жерге келген, бірақ бір нәрсе дұрыс болмай, Кагуя оған қарсы шыққан. Өлім аузында Ишики кішірейіп, Джигеннің денесіне кіріп, оның миы мен денесін бақылауға алып, қозғалу үшін оған белгілер қалдырған. Бірақ Джигеннің денесі толық трансформацияға дайын болмаған. Егер ол осы трансформацияны жасауға тырысса, Джигеннің денесі тек 3 күн ғана өмір сүрген болар еді. Сондықтан Ишики денелер жасай бастады, және кездейсоқ Кавакимен кездесті. Амадо айтқанда, егер Ишики Кавакидің денесінде қайта туылса, оны ешкім тоқтата алмайды. Сондықтан ол Оцуцукилерді өлтіруді үйретуді қалайды. Коджи мен Джиген әлі де шайқасуда. Коджи оттық джутсу қолданады. Ол Джигеннің денесін толықтай өртеп жібереді. Оның денесі өртеніп кеткеннен соң толықтай Джигеннің денесін бақылауға алып, Ишики өз түрін қабылдауға мәжбүр болады. Осыдан кейін барлық басқа денелер жұмысын тоқтатып, Кавакидің белгісін жойылады. Амадо олардың Ишикиден мәңгіге құтылу мүмкіндігі бар екенін айтады. Кейін ол Ишикимен шайқасып, шайқас барысында оның бетпердесі түсіп қалады. Белгілі болғандай, ол Кашин Коджи, Джираяның клоны. Коджи шайқасын жалғастырды, бірақ Ишики толық жеңіске жетеді. Ишики Коджиге Амадо оны тұзақ ретінде пайдаланғанын айтады. Ол тек Ишикиге өзінің шынайы түрін қабылдауға мүмкіндік беру үшін бар болған. Алайда Коджи мұған сенбейді және шайқасты жалғастырады. Наруто Коджиге көмек көрсеткісі келеді, бірақ Амадо Ишикидің жақында Канохада Кавакиді іздеп шығатынын айтады. Шайқаста Коджи бақаға жасырынып, қашуға тырысады. Сол кезде Ишики Канохаға телепортацияланады. Оны азаматтар байқап, кейбір шинобилер оны тоқтатуға тырысады. Ишики олардың бірін өлтіріп, Кавакидің қайда екенін сұрайды. Ешкім білмейді, сондықтан ол ішке қарай жылжуды жалғастырады. Хакаге кеңсесінде Саски Барутомен сөйлеседі. Ол Ишикиді жеңу өте қиын болатынын, тіпті Наруто да көмекке келсе, оны жеңу мүмкін емес екенін айтады. Сондықтан ол Барутоға белгі туралы сұрайды. Баруто бұл күштің Мамашикидікі екенін айтады. Ол көмектескісі келеді, бірақ оның денесін алып барлық достарын өлтіріп кету мүмкін деп қорқады. Саски оған сендіреді. Егер ол жағдай орын алса, өзі бәрін шешетінін айтады.
Осы уақытта Наруто Ишикимен кездесіп, олар шайқасады. Бірақ Ишики кез келген мүмкіндікті пайдалануға тырысып, ауылды жоя бастайды. Саски оған қылыштарды лақтырып, трансформация техникасының арқасында Баруто пайда болады. Пайда болған соң Баруто Ишикиді басқа өлшемге апарып, шайқасты жалғастырады. Шайқас барысында Ишики бәрін лақтырып тастап, Барутоны ұстап алып, Мамашики Барутоның денесін 80%-ға жаулап алғанын айтады. Саски Чидори қолдануға тырысады, бірақ Ишики оны ұстап алып, жерге лақтырады. Наруто көлеңкелі клондарды пайдаланып, Ишикиді ұстап алуға тырысады. Сонда Саски тағы да Чидориді қолданады, бірақ Ишики кубтарды шақырып, олар Нарутоның барлық клондарын жойып жібереді. Ишики бәрін өлтірмек болады. Алдымен Саскиден бастайды. Саски барлық шабуылдарды блоктап тұр, бірақ Ишики оның қылышын кішірейтіп, кейін ұлғайтып, оны шаншуға дайындалады. Бірақ Баруто Саскинің алдынан шығып, оны қорғап тұрады. Сондықтан Ишики оларды өлтірмейді, өйткені Баруто Мамашикиге арналған дене. Ишики Саски мен Барутоға жақындап, бірін лақтырып тастайды да екіншісін ұстап алады. Ол Барутоның формасын бұзып, оған 10 құйрықтыға тірі күйде беру керек екенін айтады. Бірақ ол оған ауыртпалық тигізуге де мүмкіндігі бар. Наруто өз елін қорғай алмай өлетінін түсінеді. Сонда Курама оған тағы бір мүмкіндік бар екенін айтады. Наруто жаңа формаға ауысып өте күшті болады, бірақ ол Ишикиді жеңгеннен соң өзі өлетінін түсінеді. Жаңа форма Барион деп аталады, және ол чакраны жояды, оны күшке айналдырады. Чакра таусылған кезде ол өледі. Сонымен қатар әрбір шабуыл Ишикиге оның өмірін қысқартып, оны 10 минутқа дейін шектейді. Ишикидің уақыты таусылғанмен Нарутоның өмірі одан да қысқа болады. Ишики Нарутоның чакрасын Кавакидің протезінен сезіп, оны қазіргі кеңістікке тасымалдап, оны өзіне арналған дене деп шешеді. Шынайы апаттың орнын көрген Баруто есінен танып, Мамашикидің денесіне айналады. Каваки түтін бомбаларын қолдана отырып, уақыттың бітуін күтеді. Бірақ Ишики оларға секіріп барып, 20 секунд ішінде Каваки шықпаса, бәрін өлтіретін айтады. Каваки берілуге мәжбүр болып Ишикидің алдында шығады. Ол оған белгі салады, бірақ ештеңе болмайды. Бұл көлеңкелі клон болды. Осылайша Ишики жаңа дене жасамас бұрын өледі. Қаһармандар жеңіске жетеді, бірақ Баруто Мамашикидің денесінен болып қайта пайда болып, Саскидің көзіне кунай салады. Мамашики, Саски және Каваки кездеседі. Мамашики бірінші болып Саскині 10 құйрықтыға беру керек екенін айтады, өйткені оның денесі Оцусукидің денесіне толыққанда айналған. Саски әңгімені бастайды, бірақ ол енді нинджутсу қабылдай алмайтынын түсінеді. Сондықтан Каваки өз-өзіне от қоюға шешім қабылдайды. Сонда Мамашики джудзутсу қабылдауға мәжбүр болып күшінің көп бөлігін жоғалтады. Осылайша Баруто өз денесін бақылауды қайта алады. Ол мүйізді жұлып алып өзіне айналады, бірақ жерге құлайды. Оянған кезде Саски Нарутоның есінен танғанын және мүмкін ол қазір өлгенін байқайды. Соңғы тарауда біз Нарутоның тірі екенін түсінеміз. Бірақ өкінішке орай Курама өлді. Осылайша Барутоға арналған шолуымыз аяқталды. Бұл көп уақыт, күш және басқа нәрселерді алды. Қазір даусым қалыпқа келді, бірақ шаршадым. Тағы бір апта монтаждауға уақыт жұмсадым. Егер соңына дейін жеткен болсаңыз, білуіңіз керек. Сен осы уақытты әдемі пайдаландың. Сіздерге рахмет. Қиялда арнасына жазылыңыз.